Сұрақ. Печенье, қант, ұн, шоколад және судан тұрады. Олардың проценттерінің қатынасы диаграммада берілген. 2 кг печеньедегі шоколадтың массасын табыңыз. Мына жақта шоколад 43%-ға тең дейді. Шәріпімен бейнеленген мына жақта. Енді барлық печенье бізде 2 кг. 2 килограммыз мына жақта ол 100%-ға тең. Ол барлығы. Шоколад 43%-ын құрайды. 43%-ы неше килограммға тең екенін табу керекпіз. Пропорциямызды құрдық, енді шығарамыз. 2 шеткі мүшені бір-біріне көбейтіп, 100-ге бөлеміз. 2 көбейту 43 бөлу 100. Мына жақта 2 көбейту 43, ол 86 100-ден. Немесе 0,86. 0,186. Килограмм ол бізде шоколадтың массасы. Енді шоколадтың массасын таптық. Жауаптарымызда осындай жоқ. 8,16 килограмм бізге келмейді. Әрі килограммды граммға аударамыз. 1 килограммызда бізде 1000 грамм бар. Сол үшін 0,186-ны 1000-ға көбейткенде шығады 860 грамм. 860 грамм бізде ол Б жауабымызда бар. Б жауабымыз дұрыс.